Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мақ қосылған өте дамды кекс жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны алып, оған қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп алып, оған сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Құрғақ қоспаларды ұн мен қопсытқышты бөлек ыдыста араластырып алып, одан кейін сұйық қоспамызға қосып, тағы да жақсылап миксерлеп араластырамыз. Жақсылап араластырып, енді мақты қосып, күрекшенің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Духовканы 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Дайын болған массамызды формаға салып, 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Өздеріңіз қалаған форманы таңдасаңыздар болады. Және де піскенін осындай таяқшамен немесе зубочисткамен біле аламыз. Дайын болған кекстің үстіне осындай сүт құйдым. Яғни бұл кекстің жұмсақ, одан да влажный болып шығуына көмектеседі. Оны қоспасаңыздар да болады, себебі мақ қосылған кекс өте дәмді болып шығады. Құрамы қолжетімді, дәмі ерекше дәмді болып шығатын кексті ауызашарға, отбасыларыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Мен осылай үстінен крем құйып ұсындым. Дәмі ерекше болып шықты. Оразаларыңыз қабыл болсын.